жұп-жұрымен, өзінің серігімен жаратылған. Міне біздер де адам баласы сондай өздеріміздің жұбымызбен жаратылғанбыз. Біз адам баласы көпшілік болып, қоғам болып, өмір сүруге бейім жаратылысымыз. Бізді адам баласын Алла Тағала сондай жаратқан уақытта біздің жан дүниемізде сондай бір сезімдер бар. Фитрат дейді. Біздің сол жан дүниеміздегі сезімдердің бірі көпшілік болып, жұп-жұп болып, өмір сүруге бейімделіп жаратқан. Міне сондай өмір сүру барысында Алла Тағала біздерге өзіміздің өмірімізге, тағдырымызға жаңағы береке кіру үшін және де адам баласы сондай әлсіз жаратылыс болғандықтан жанымызға серік болу үшін жаратушы жаппар иеміз біздерге өзіміздің жолымыз, қалыңдықтарымызды жаратты. Және де ол қалыңдықтарымызды біздерге аманат етті. Ерлі-зайыптыларды Алла Тағала қосқан уақытта олардың арасына хақ дін, ислам шариғаты түсіп, яғни неке, ерлі-зайыптыны Алла Тағала бір-біріне халал етеді. Алланың құзырында ер мен әйел бір жұп болып жазылады. Олардың ортасына шариғат түсуімен бір-біріне халал болып, ерлі-зайыпты болып аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күллі үмметіне өсиет етіп былай дейді: "Ан-никаху мин суннати". Бұл неке менің сүннетімнен дейді. Яғни неке қию, отбасын құру, бұл менің сүннетімнен. Кім неке қиюдан, отбасы құрудан бас тартатын болса, ол бізден емес дейді. Және де айтады пайғамбарымыз сөзін жалғастырып: "Сендер отбасы құрыңдар, үйлеңіңдер, көбейіңдер. Мен қиямет күні үмметімнің көптігімен мақтанатын боламын". Кімде-кімнің шамасы жетсе, неке қиып үйленсін. Ал енді осы неке қиюға кімде-кімнің шамасы жетпейтін болса, ол адам өзі сондай бір арсыз іске барып қоймау үшін ораза ұстасын. Ораза бүкіл жаманшылыққа қалқан деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге өсиет етеді. Хадисті имам Бухари біздерге жеткізеді. Құрметті аға-бауырлар, Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Осында отқан жамағатымызда үлкеніміз бар, кішіміз бар, орта жастарымыз бар. Осында мешітке келуші жамағаттың басым көпшілігі жаңағы Алла разылығы үшін неке қиып, бір кісінің сондай алақанына салып өсірген нәзік жанды жаңағы қыз баласын өзімізге аманат қылып алып отырмыз. Осы шариғат бойынша неке қиған уақытта да біздер екі мұсылман куәгердің алдында және де Алланың құзырында әлгі өзімізге алып жатқан қыз баласын, әйел затын мойнымызға аманат қылып аламыз. Және де сол аманат үшін дүниеде және де ақыреттегі жауапкершілігін өзіміз мойнымызға аламыз. Мына қасиетті Құранда Ниса сүресінде Алла Тағала барша құлдарына насихат етеді. Біз әйелдерге осы аяттар сөйлеген ғалымдарымыз айтады, бұл жерде үстемелі жараттық дегендегі мағына ол жауапкершілік тұрғысынан дейді. Яғни біз неке қию арқылы өзіміздің қалыңдығымыздың дүниелік және де ақыреттік жауапкершілігін мойнымызға арқалап аламыз. Және де бұл үйлену, неке қию, отбасы құру, бұл жаратушы жаппар иеміздің біздерге берген нығметтерінің, үлкен нығметтерінің бірі болып есептеледі. Бұл неке қиғаннан бастап ертең жаңағы бір жастықта қартайып дүниеден өткенге
қалған қалыңдығымызға ақыретті үйрететін болсақ, сол қалыңдығымызды Алла Тағала ер азаматтың мойнына жүктеген міндеттерін атқаратын болсақ, біз әрине қияметте Алланың құзырында аманатқа қиянат жасамаған, сауапқа қол жеткізген пенделердің санатынан боламыз. Бұл некедегі өмір де бұл құлшылық болып есептеледі. Өкінішке орай біз жаңағы құлшылық деген уақытта 5 уақыт намазымыз, Рамазан оразасы, жаңағы қажылығымыз, сол нәрселер ойымызға келеді. Бұл біздің күнделікті мына неке деген нәрсе құлшылық екенін ұмытып қойып жатамыз. Өзіміздің сол қалыңдығымызбен бірге бір сағат жаңағыдай рухани сөйлескеніміздің өзі бұл Алла сүйетін, және де сол сөйлесу басталғаннан соңына дейін Алланың әмірімен періштелер сол жұрттарға истиғфар айтатын, сондай бір Алланың құзырында үлкен құлшылық болып есептеледі. Өкінішке орай біздер жаңағы өзіміздің бір сондай бір аманатқа жауапсыз болғандығымыздан, діни біліміміз аз болғандықтан немқұрайлы қарап жатамыз. Тұмсықтыққа шоқтырмай, қанатқа қақтырмай өсірген бір кісілердің аманатын өзіміздің мойнымызға алып, артынан жаңағыдай жылатып жатамыз. Оның бәрі аманатқа қиянат болып есептеледі. Жаңа жоғарыда айтқанымыздай, бұл үйлену де Алланың құлдарына берген үлкен нығметі. Бұл жайында қасиетті Құранда Рум сүресінде жаратушы Жаббар иеміз біздерге былай деп насихат етеді. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва мин аятихи ан халақа лакум мин анфусикум азважан. Алла Тағала өз нығметімен, өзінің сондай жақсылығымен, ей еркектер дейді, сендерге өздеріңнен әйелдер қастарына серіктерді жаратып берді дейді. Қараңыздар. Енді Алла Тағала ол әйелдерді жаңағы өздерінен қабырғаларынан жаратып берді деп баяндауында ғалымдарымыз айтады. Адам алейхиссаламның жүрек тұсындағы ең қисық қабырғасынан Хауа анамызды жаратты. Міне осы жерден соны баяндап жатыр дейді. Енді Алла Тағала аяттың жалғасында сол нәзік жандыларды біздерге не үшін жаратқаны жайында баяндайды. Литаскуну илайха, яғни сендер мынау қамшының қыстағына салындай ғұмырда дүниеде әр адамның басына әр түрлі жағдай келеді. Көңіл күйің болмайды, күйзелісте жүресің. Міне сондай нәрсеге беріліп кетпеу үшін, сендердің жандарына тыныштық болу үшін, өздерің бір сырласатын, өздерің бір жаңағыдай бір-бірлеріңмен бір сырласып, құпия бөлісетін қастарына серік болсын деп жараттым дейді Алла. Мына қазақ арамызда да айтады, жақсы жар жаңағы сыйласқанға жақсы, жақсы дос тимасқанға жақсы дейді. Мысалы қазақ атамыз бейне бір осы сөзі осы аяттың осы бір жеріне келіп тұрғандай. Аяттың жалғасында айтады: "Ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма". Алла Тағала енді біздерге сол әйелді жаңағы өз нығмет ретінде жаратқаннан кейін сол екі жұптың ортасына махаббат пен рахым салды. Яғни екі жұптың арасында бір-біріне деген жүректерінде махаббат және де бір-біріне деген сондай рахым нәсіп етті дейді. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун. Ақыл иелері біздің осы жасап жатқандарымызға қарап, Алланың бірлігіне, Алла Тағаланың құлдары үшін бүкіл жақсылықты жасайтынына міне осы дәлел емес пе деп жаратушы Жаббар иеміз біздерге баяндайды. Міне осы нығметті құрметті ағалар Алла Тағала біздерге нәсіп етті. Бір кісінің аялап өсірген қызын мойнымызға аманат ретінде алдық. Алуымыздағы себеп жаңағы бізбен бірге сырласып,
бізбен бірге қартайып, қуанышымызды бөлісіп, біздің қайғымызды сейілтетін, жанымызға бір сондай жылу сыйлайтын демеу ретінде жараттым дейді. Енді Алла Тағала осыны біздерге бергеннен кейін, осы нығметті біз не істеуіміз керек? Бұл нығметке құрметті жамағат. Бұл нығметке Алладан келген әрбір құл жауап беру керек. Оған да Алла Тағала өзінің қасиетті Құран кәрімде Ибрахим сүресінде біздерге былай деп баяндайды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лаин шакартум лаазиданнакум. Менің берген жақсылықтарыма, нығметтеріме шүкір ететін болсаңдар дейді, мен арттыра беремін. Алла Тағаланың уәдесі. Мына күнімізде біз жаңағы қызбенде бәрі жақсы дейді, жаңағы өзіміз қалыңдық ретінде алып, кейін осы жаңағы келіншегін шаршатты, келіншегін күйдірді, осыны жіберемін ау деп жаңағыдай ойланып жүреміз. Өзіміздің жаңағы бір досымызға айтып жатамыз. Ол дұрыс емес, құрметті жамағат. Себебі оны Алла Тағала біздерге нығмет ретінде берді, және де бізді ешкім қинаған жоқ. Сол кісілерді таңдайтын уақытта оны біз мойнымызға нығметті алдық. Міне соған, я Раббым, осы дүниеде менің қасыма серік етіп берген осы жарыма Аллаға бір өзіңе шүкіршілік болсын деп жаңағыдай біз шүкір етпейтін болса, жаңағыдай менің келіншегім жаман күйде дей беретін болса, жаңағы Ибрахим сүресінде келгендей аятта шүкір етсеңдер арттырамын дейді. Аяттың жалғасында келеді. Егер сендер күфірлік қылсаңдар дейді, жаңағыдай өзіңнің қалыңдығына қанағат тұтпай, жаңағыдай оның артынан бір кемшілік іздей беретін болса, сөйтіп біз сол Алладан келген нығметке күпірлік қылатын болса, ол нәрсені алып қоямын. Сендер біліңдер, Алланың нығметіне күпірлік қылушыларға азабун шадид дейді Құранның аяттың жалғасында. Сондай қатты азабымыз бар деп жаратушы жаппар иеміз әрбір құлына насихат етеді. Енді Алла Тағала біздерге жаңағы қалыңдықты берді. Құлдардың міндеті сол берген қалыңдыққа шүкіршілік ету. Енді осы нәрсені біз отбасы болып, мына жалған дүниеден өтіп кеткенге дейін жаңағы мойнымызға алған аманатымызды біз сақтап қалуымыз керек. Яғни ер азаматтар, бізді Алла Тағала әйелдерімізге, бала шағамызға жауап беру жағынан үстем етті. Сол кісілерге бізді жауапты қылды. Енді отбасында сақтап қалу әрбір адамның, еркектің міндеті болып есептеледі. Міне, біз енді осы уақытта қалай жасаймыз? Уа Раббым, мен осы берген нығметімді, қалыңдығымды, өзімнің отбасымды береке бірлікте өмір сүру үшін, өзің разы болған отбасы болып, мына жалған дүниеде бір ғұмыр кешіп өтіп кету үшін мен не істеуім керек деген сұрақ болса, Алла Тағала оған келесі Бақара сүресіндегі аятта тағы да жауап береді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валахинна митлу лазина алейхинна бил ма'руф. Ерлердің әйелдерде ақылары болғандай дейді. Қараңыздар, біз мына еркектер өзіміздің жаңа қалыңдығымыздан талап етеміз ғой. Сен менің разылығымсыз жәннатқа кіре алмайсың. Жаңағыдай сен үйтуің керек, сен бүйтуің керек деп біз сенің сондай менің алдымда жаңағы мен ақым бар деп үйдегі жаңағыдай қалыңдықтарымызды айтамыз. Бірақ аятта айтып жатыр, еркектердің әйелдерде ақылары бар секілді, әйелдердің де еркектерде ақысы бар дейді. Міне біз өзіміздің отбасымызды сақтап қалу үшін енді осы ақыларымыз қандай? Біз осы Алла мойнымызға жүктеген ақыларымызды дұрыс орындаған уақытта ол отбасыда береке болады. Алланың жақсылығы бірінің артынан бірі келіп тұрады, құрметті жамағат. Әрбір мұсылман баласы Аллаға иман келтіргеннен кейін Алланың уәдесінен,
Алланың соңғы елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уәдесіне еш күмәнданбау керек. Міне біз осы Алла Тағала ерлердің мойнына жүктеген жаңағы міндетімізді дұрыс атқарған уақытта, әйелдердің мойнына жүктеген міндетін қалдықтарымыз дұрыс атқарған уақытта ол жерде береке болады. Және де құрметті аға бауырлар, қарасаңыздар, сондай отбасылардан бір жақсы ұрпақтар шығады, Құран жаттаған, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін жаттаған, сондай бір жаңағыдай ұрпақтар шығады. Мына мәшһүр Жүсіп бабамыз айтады ғой, тектіден текті туады дейді. Міне бекер айтпаған, міне Алланың әмірін орындаған, мойнына жүктелген аманаттарын дұрыс атқарған отбасыдан ертең Аллаға құл болатын, пайғамбарға үмбет болатын, елінің болашағын ойлайтын, отанын ойлайтын, халқын ойлайтын сондай бір текті ұрпақтар пайда болады. Құрметті жандар, текті ұрпақтар шығуына да біздер өзіміз жаңа жауаптымыз. Егер біз үнемі таң намазында бірге қауымдығымызбен бірге отырып таң намазын оқитын болсақ, жаңағыдай кезекпен түнгі құлшылыққа тұрғызатынға кезекке бір-бірімізді қойып қойсақ, бүгін мен тұрғызам, ертең сен тұрғызасың деп. Міне ондай отбасыларды әрине Алла көріп тұр. Алла Тағала ондай отбасыларға сондай бір текті, зерек ұрпақтарды нәсіп етіп қояды. Құрметті жандар, міне Құран жаттаған қари бауырларымызбен жақынырақ танысып, солардың отбасы жайлы бір жақынырақ танысып, үйіне қонаққа барған кезінде ата-анасының бір-бірлеріне жасаған мәмілесін көреміз ғой. Міне сол уақытта қарайсың, мына қари бауырымыздың қари болуына мына екі кісі себепші екен ғой дейсің. Себебі олардың әке-шешесі сондай бір-біріне құрмет көрсетіп, бір-біріне деген жаңағыдай сый-сияпатын көрсетіп тұрған уақытта бірден түсінесің. Құрметті аға бауырлар, міне Алла Тағала еркектердің мойнына жаңағыдай өздерінің міндеттерін жүктеді, әйелдердің де мойнына жүктері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күллі үмметіне өсиет етіп ең жақсы мұсылман кім екенін былай дейді: Хиярукум хиярукум линисаихим. Сендердің ең жақсыларың дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр, ең жақсыларың өздерінің әйелдерімен жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Яғни өздерінің келіншектерімен дұрыс мәміле жасағандарын ең жақсыларың деп пайғамбарымыз имам Тирмизи бұл хадисті біздерге риуаят етеді, өсиет етіп жатыр. Бірде мұсылмандардың анасы Айша радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге отырған уақытта пайғамбарымыздан сұрайды: "Уа Расулаллах, әйел үшін дейді, әйел баласы үшін бұл дүниедегі ең қасына сырласатын, жаңағыдай өзінің құпиясын бөлетін серік кім дейді?" Яғни әйелге ең жақын, біздің тілмен айтқанда жаңағы құрбы, әйелге сырласатын, өзінің сырын бөлісетін құрбысы кім деп пайғамбарымыздан сұраған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның ері деп жауап береді. Яғни мынау осы мешітімізде қазір намазға келіп отырған абай қарындастарымыз, жеңгелеріміз біліп алсын, олар үшін ең сырласатын, өзінің ішіндегі жан дүниесіндегі сырын айтатын адамдары олардың ерлері, күйеулері. Және де Айша анамыз сөзін жалғастырып: "Уа Расулаллах, ал ерлер үшін ше, ерлер үшін сырласатын, өзінің сырын бөлісетін адам кім?" деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аналары деп жауап береді. Бұның астында да, құрметті аға бауырлар, үлкен бір хикмет бар. Мынау әлемге қарасақ, Алла Тағала сондай бір бүкіл жаратылысты бір шеңбермен қарап тұрсақ, өзінің міндетін атқарып жатыр. Күн шығады, өзінің жаңағыдай жер бетіне жылуын береді, өсімдік өседі. Ол өсімдіктен жаратылыс қоректенеді. Міне осы сияқты бүкіл ғалам бір жүйемен, Алланың ұлылығымен,
Алланың кеңшілігімен жаңағыдай бір жүйемен қызмет етіп жатыр. Міне біздерге де Алла Тағала сондай отбасыда сондай бір жүйені берді. Яғни әйел баласы өзінің ерінің разылығынсыз жәннатқа кіре алмайтынын түсініп, күйеуінің жаңағыдай үнемі арманы, оның бүкіл іс-әрекеті күйеуінің разылығы болса, жаңағы оймен сырласатын жан тек қана ері деді ғой пайғамбарымыз. Күйеуінің разылығы болса, ал ер адаммен жақсы сырласатын оның анасы деді. Жәннат аналардың аяғының астында. Анишкурли ва валидайка илайял масир деген Құран. Әуелі маған шүкіршілік ет, ата-анаңа жақсылық жаса дейді. Өзіне кейін ата-анасын қойып тұр. Ешқандай ер азамат әке-шешесінің разылығынсыз жәннатқа кіре алмайды. Енді осы жүйеге қараса, үйге түскен жаңадан түскен келін Алладан қорқатын, өзінің шаңырағында бұрынғы әке-шешесінің дұрыс тәрбиесін алған, үнемі шешесі қызына айтқан, уа қызым, қыз деген жат жұттық, ертең сен бір үй шаңыраққа барасың, ол шаңырақта әке-шешеңді жерге қаратпа. Ертең сен сол шаңырақтан барып берекелі ғұмыр кешуіне жаңағыдай атсалысуың керек. Ол шаңырақта сен билеу үшін бармайсың, сол шаңыраққа қызмет ету үшін барасың. Ол жерлерде мен сияқты сол шаңырақтың ата-анасы бар. Сенің негізгі ата-анаң солар деп үйдегі жаңағыдай қыз тәрбиелеп отқан әрбір ағамыз, жеңгеміз қыздарына осылай тәрбие беріп отырса, әрине ол қыз барған жерінде күйеуінің разылығын іздейді. Ал енді күйеуі анасының разылығын іздейді. Оны қойып жаңа өзінің енесімен дос болуға асығады. Міне осылай мынау ғалам Алланың кеңшілігімен бір жүйеде қызмет етіп тұрғандай, отбасыда да сондай бір жүйе бар құрметті жандар. Өкінішке орай, осы қыз бала тәрбиелеп отқан ата-аналар өзіміздің сол бәрімізде қыз бар. Болашағын ойласақ қорқамыз. Соларға дұрыс тәрбие беру керек. Ертең олар жат жұттық, ертең барған жердің бағын ашу керек екендігін, ол жерге барып жаңағыдай бізде қазақта жақсы сөз бар ғой, теңеумен айтады, жаңағыдай тастай батып судайсың дейді. Міне сол үйдің адамы болып кету керек екенін, жаңа ата-анасынан өзінің күйеуін бөліп алып кетпеу керек екендігін, бөлек тұрамыз немесе ажырасам деп айтпау үшін қыз тәрбиелеп отқан әрбір ата-ана кішкентайынан сондай нәрсені үйретуіміз керек. Және де сол ол тәрбиелеп отқанда ата-ана өзінің ұлдарына жаңағы үйленем деген уақыттан, одан да ерте уақытта айтып отыруымыз керек. Шай ішкен уақытта жаңағы ер бала енді әкесін тыңдай көзінде кетіп бара жатқан уақытта өзіңнің балаңмен бір рухани бір серуенде, балам Құдай қаласа 4-5 жылдан кейін Алла нәсіп етсе сен үйленесің, біреудің қызын аласың. Мен де біреудің қызын алдым, мына ол сенің шешең, мен сен шешеңді жылатып жатқан жоқпын, қара. Сен де ертең біреудің қызын жылатпа. Осы мен қазір сенің анаға жақсы қарағаным саған ұнайды ма? Әрине бала айтады, әке ұнайды, шешеме жақсы қарашы дейді. Міне сол уақытта сен де өзіңнің әйеліңе солай жақсы қара. Ертең сенің балаң да дүниеге келеді. Ол да сен егер өзіңнің әйеліңе дұрыс мәміле жасамайтын болса, өз балаң өзіңді сыйламайтын болады деп, біз өзіміздің балаларымызға біреудің қызын алған уақытта ол аманат екенін құрметті ата бауырлар ескертіп отыру ол міндетіміз. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде келеді. Мынау ібіліс Алланың лағнеті болсын. Ібілістің жаңағыдай ең үлкен жетістігі ол ерлі-зайыптыларды ажырастыру екен. Мына ібіліс өзінің әскерін тапсырма беріп жіберген уақытта адамдарды азғыру үшін жаңағыдай әскерлері ібіліске, енді ол жерде хадистің толық мәтінінде келеді, судың бетіне ібіліс тағын қойып, өзінің әскерлерінің жаңағыдай атқарған жұмысын жаңағы ең соңғы несін тыңдау үшін жинайды дейді. Сонда ібіліс ең жақсы азғырған шайтанның әскерін өзіне жақын тартады екен. Пайғамбарымыз айтып жатыр. Сонда әр әскері әртүрлі айтатын. Сонда біреуі шығып ібіліске
бізге мен бүгін бір ерлі зайыптың түбіне жеттім. Мен күйеуіне, әйеліне талақ айтуды түбіне жеттім. Екеуін ажырастырып тұрмын деген уақытта ібіліс әлгі әскерін айтады екен. Сен неткен жақсы жаңағыдай әскерсің, неткен жақсы менің құлымсың деп өзіне жақын тартады екен. Құрметті жамағат, біз шын мәнінде ібілісті разы қылу үшін дүниеге келген жоқпыз. Біз Иса қазақ мұсылман баласы Алланы разы қылу үшін дүниеге келгенбіз. Ол отбасы мәселесі болсын, жаңағыдай басқа да достар қарым-қатынас мәселесі болсын, кез келген мұсылман баласы әрекетінде ойлау керек. Осыны жасасам ібіліс разы болады, жасамасам Алла разы болады. Міндетім Алланы разы қылу. Ендеше мен мынаны таңдаймын деп әр адам бір нәрсе жасарда өзінің ой елегін өткізу керек деп ғалымдарымыз біздерге өсиет етеді. Және құрметті ата-бабалар, ең соңғы бір аятпен тоқталатын болса, бәрімізде дос бар, сырлас бар. Кейде жаңағыдай отбасындағы мәселені сыртқа шығып кетіп жатыр. Яғни ерлі зайыптылардың арасында бұл үлкен қателік. Дініміз ол нәрсеге бізге қатаң түрде тыйым салады. Жаңағыдай ер азамат әйеліне ренжісе, барып осыны айтпау керек. Мен жаңағыдай үйге келіншегіме ренжіп қалдым, шаршап жүрмін, не істесем болады деп. Әйел де солай. Пайғамбарымыз хадисінде айтты ғой. Жаңағы шынайы мұсылман мен муслим еш уақытта өзінің шаңырағында болған нәрсе дейді пайғамбарымыздың хадисі. Сыртқа шығармайды дейді пайғамбарымыз. Міне біздің шаңырағымыздағы не болып жатқан нәрсені еш уақытта досымызға да, әке шешемізге де айтпауымыз керек. Оны ерлі зайыптылар өзара шешу керек. Біз ер азамат болғандықтан соны шешетін жолдарды қарастыруымыз керек. Құрметті жамағат, міне осы жайында да қасиетті Құранды Алла Тағала былай деп насихат етеді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. Жаңағыдай олар бір-біріне дейді киім іспеттес. Яғни ерлі зайыптылар бір-біріне үстіне киетін киім іспеттес деп жаратушы жаппар иеміз біздерге мысал беріп жатыр. Егер үстіміздегі киіміміз шешіліп қалса, ұятты болады, әурет ашылады, адам ұялады, ұятты болады. Міне сол сияқты ерлі зайыптылар бір-біріне киім іспеттес. Олар бір-бірін жаңағыдай ұялтпайды, бір-бірін жаңағыдай құпиясын, сырын өзара сақтайды деп Алла Тағала осы аятпен ерлі зайыптылардың жаңағыдай өзара мәмілесін түсіндіріп жатыр. Құрметті жамағат, шынында да күнімізде өкінішке орай өзіміздің ағайын туысымызда болсын, нағашы жағымызда болсын, жаңағыдай ажырасып кетіпті дегенді естіп жатамыз. Бұл үлкен өкініш. Қаншама шаңырақ ортаға түсіп жатыр. Ортада жетім балалар пайда болып жатыр. Ол жетім балалардың тәрбиесіне кім жауапты? Міне оның барлығы ертең қоғамның іште тіріліп жүруіне алып келетін үлкен бір дағдарыс болып есептеледі. Және де мойнына алған аманатты әйелдерін, отбасын, бала шағасына Алла Тағаланың дінін түсіндіріп, және де қияметтің қиын сағатында Алла разы болатындай тәлім-тәрбие беру жаңағыдай еркектердің міндеті болып есептеледі. Алла бізді соған мойнымызға жүктеді. Құранда да аят бар. Өздеріңді дейді, және де отбасыларыңды отыны тастар мен адамдардан болған тозақ отынан сақтаңдар. Міне бұл біздердің міндетіміз болып есептеледі. Құрметті аға-бауырлар, жаратушы жаппар иеміз баршамызға ерлі жақсылығын нәсіп етсін. Мойнымызға алған аманаттарымызды дұрыс атқаруымызды нәсіп қылсын. Тіршілігімізде, құлшылығымызда шынайы болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи rabbil alamin.